Ассалаумағалейкум. Бүгін 5-ші сабақта мен сіздерге демалу жаттығуларын көрсететін боламын. Демалу жаттығуларының маңызы сөйлеуіміздегі дем шығару жолдарын жақсартамыз. Демалу жаттығуларын алуан түрден сіздерге көрсем, солай уже сіздер өз өмірлеріңізге практиковать етіп қоса бересіздер, жаттығуларды күндегісін күнде орындап. Былай жасайсыздар. Мұрынмен демалып, мұрынмен терең демалып, мұрынмен терең дем шығарамыз. Ол бұлай. Осылай 3 рет істейміз. Келесі. Мұрынмен демалып, ауызбен дем шығарамыз. Тоже терең дем аламыз, алынған демді терең шығарамыз. Келесі, ауызбен дем алып, ауызбен дем шығарамыз. Ұмытпаңыздар, терең дем аламыз, терең демді шығарамыз. Осылай. Бұл дем алудың бірінші техникасы. Тағы бір рет қайталап кетейін. Мұрынмен дем алып, мұрынмен дем шығарамыз. 3 рет. Мұрынмен дем алып, ауызбен дем шығарамыз. 3 рет. Ауызбен дем алып, ауызбен дем шығарамыз. 3 рет. Келесі. Қолымызды былай жасаймыз. Үрлейміз. Жасау барысында басымыз айналады. Ол қалыпты нәрсе. Өйткені біздің миымызға оттегі барды. Ол айналғаны дұрыс. Өйткені сіздер бұл жаттығуды дұрыс істедіңіздер деген сөз.